Армысыздар, құрметті футбол сүйер қауым. КФФ Лиг YouTube арнасында Қазақстан екінші лигасы солтүстік шығыс аймағының ойынын тамашалайтын боламыз. Дәл осы сәрсенбінің түсінде Астана қаласында Жеңіс футбол клубы Астана қаласындағы футбол үйінің жанындағы осы керемет стадионда біз Жеңіс бүгін Алтай Өскеменді қабылдайтын болады. Екі ұжымның да бұл жастар құрамасы және бұл 15-ші тур екенін естеріңізге сала кетейік. Командалар алаңға шықты. Қазір назарларыңызда осы негізгі ойыншыларды көрсетіп жатыр. Оларға да алдағы уақытта келетін боламыз, оларды таныстыратын боламыз. Бірақ оған дейін бұл ойынның бас төрешілерін де таныстырып кетуді жөн көріп отырмыз. Бас төреші Сейіт Мағзұм Мұсалы, оның көмекшілері Бахром Атабаев пен Аян Базарбай болса, төртінші төреші Нұрсұлтан Алимов, ал ойын инспекторы Бағдат Тусеев. Назарларыңызда көк жейдемен бүгін өнер көрсететін Алтай Өскемен ұжымы барлығы ойын алдында дайындалып, сақадай сай болып, бір-бірлерімен ақылдасып, қандай да бір сәттерді бір ұжым болып, бір ағза болып ойнауда алдыға мақсат қойып тұрғанда көрсетіп отыр. Ал олардың қарсыластары бүгін Жеңіс. Жеңістің қақпасын қорғайтын Дінмұхамед Жомарт. Назарларыңызда Дінмұхамед, енді Димаш деп те жатады көбісі. Жалпы өткен маусымда Тұран сапында қақпа күзеткенде білесіздер, қақпада ойнағанда білесіздер. Биыл енді осы Жеңіске ауысқаннан кейін қазіргі таңда негізгі құрамға қатты бір қақпашысы бола алып жатыр деп айта алмаймыз. Сол үшін де арасында дәл осылай екінші лигаға түсіп жастарға да көмектесетінді білеміз. Назарларыңызда міне Сейітқазым Мұсалы ойын басталуға барлығы дайын. Олай болатын болса, біз де енді құрметті көрермен өздерімізді таныстыра кетейік міндетті түрде. Бұл ойын комментаторлары әріптесім Дидар Есемов және мен Әлімжан Тасболатұлы сіздермен бірге осы қызықты ойынды тамашалайтын боламыз. Дәл қазіргі таңда Жеңіс турнирлік кестеде 8-ші орынға табан тіресе, ал Алтай 6-ші орынға табан тірегі. Міне төрешінің ысқырығы және ойынымыз басталды. Олай болатын болса, құрамдарды таныстырып бастайық. Жеңістің қақпашысы 24-ші нөмірдегі жаңа ғана айтқан Дінмұхамед Жомарт, алаңда 21-ші нөмірдегі Батхан Камарадинов, 30 Николай Горобченко, 65 Санжар Жұманов, 69 Фархат Жагупаров, 70 Өміржан Омарбек, 72 Дәулет Құдайбергенов, 78 Наурыз Мейремхан, 84 Әмір Байтуров, 95-ші Мақсат Мағзұмов болса, команда капитаны 96-ші нөмірдегі Мирас Қайратов. Ал енді қонақтардың құрамына да келейік. Қақпада 16-ші нөмірдегі Данил Паземин, алаңда 12 Захар Гультяев, 14 Дархан Дастан, 19 Ералы Нығметолла, 25 Озжан Сабыржанов, 44-ші Ануар Аманжанов, 52-ші Юнус Масудов, 55-ші Нұрали Нұрсүйітов, 71-ші команда капитаны Олжас Тоқтасынов, 87-ші Данил Құсманов, 96-ші Тамирлан Масалимов. Дәл осындай ұжыммен бүгін енді командалар алаңға шыққан. Жеңістің бас бапкері Азат Мырзағалиев екенін естеріңізге салайық. Ал Алтайдың, яғни қонақтардың бас бапкері Антон Быков мырза. Екі ұжымда бүгін командасын алаңға жетелеп, сақадай сай дайындап шыққанда көретінбіз. Ал қазір шабуыл Жеңістің оң қапталымен Камарадинов керемет айбалаңына кірді. Орта қарай пас соққы болады. Дәл солай және доп алаң жиегіне шығып кеткен екен. Егерде бұл гол болған кезде де бұл шабуыл қапталдағы төрешінің бірден дәл осы Батхан Камарадиновтың алаң жиегінен өтіп келе жатқан кезде жалаушасын көтеріп қалғанда көрген едігі. Міне қазір қарасаңыздар, осы бір сәтте бірден жалаушасын көтерді, доп алаң жиегіне шығып кеткен екен. Ал Камарадиновтың Дархан Дастанға қарсы қалай керемет оң қапталдан алдап өткенде көрдіңіздер. Жалпы бұл ұжымдардың қай орындарда табан тірегенін, қай орындарда тұрғанда айттық. Және енді соңғы ойындардағы нәтижесіне көз жүгіртетін болсақ, Жеңістің соңғы 5 ойындағы нәтижелеріне қарап қатты бір көңіл қуанады деп те айта алмаймыз. Және дәл осы турнир кестенің төменгі жағында тұруының себебі де дәл осы соңғы ойындардағы сәтсіздіктер. Соңғы 5 ойында бұл ұжым бір рет жеңіп, 2 рет жеңіліп, 2 рет тең ойнаған екен. Соңғы ойында, соңғы турда Оқжетпеспен қонақта бірде бір ойнаған. Ал Оқжетпес, естеріңізге сала кетейік, дәл қазіргі таңдағы осы солтүстік шығыс аймағындағы 10-ші орында тұрған ұжым. Жеңісте қазір 10 ойыннан кейін 11 ұпай. Ал Алтайдың соңғы 5 ойында енді 1 рет жеңген, 2 рет жеңілген, 2 рет тең ойнаған. Дәл сол Жеңістікіндей нәтиже. Соңғы ойында Алтай ойыншылары тең ойнаған. Қызылжарға қарсы қонақта Қызылжар жастарымен 2-2 есебімен тең тарқасқан екен. 12 ойыннан кейін Алтайда 15 ұпай, яғни бір ойынға кем өткізген. Оның себебін енді осы екінші лиганы бақылап жүрсеңіздер өздеріңіз жақсы білесіздер. Қазір осы поштамадан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Айбалаңға асырылған пас және қақпашы Паземин өз орнында. Кезекті тағы бір поштама болады. Ал дәл осы үзілісті қолдана отырып біз әңгімемізді жалғастырайық. Жалпы 11 команда бар, әр аймақ
аймақта, солтүстік шығыс болсын, оңтүстік батыс болсын, және 11 командадан біз әр тур сайын 5 жұп таба аламыз. Яғни бір команда бір турда өнер көрсетпейді. Билдан бастап енді осындай болып жатқанда көрдім. Ал қазір тағы да бір шабуыл, айбалаң асырылған пас, жеңіс ойыншылары қақпаға қарай соққы бағытталған, бірақ бұл соққы өте сәтсіз шықты. Десек те жеңіс ойыншылары допты өзіне қабылдай алды. Камарадинов және мүмкіндік, бірақ қорғаушылар дер кезінде жанкешті ойнап допты алаң жеңіне шығарт бастаған. Ал төреші болса, ойын тәртібінің қандай да бұзылғанын тіркеген екен. Мүмкін допқа талас кезінде осы бір сәтте. Көрдіңіздер, шабуылдаушы ойыншы қорғаушының аяғынан келіп осы бір сәтте кіріп кеткенде көріп отырмыз. Бұл 84-ші нөмірдегі Амир Байтуров болатын. Жеңіс ойыншысы Әмір енді түсінікті, соңына шейін ойнап, дәл осы допқа қақпаға қарай бағыттап гол соғуды көздеген болатын, және Әмірдің жолында енді ешкім тұрмау керек еді оның ойынша. Бірақ Алтай қорғаушысы дер кезінде ол жерден табылған. Ал қазір қателік, топтан айырылып қалды. Мирас Қайратов, капитан, қорғаныс арқылы жеңіс ойыншылары асықпай допты бастауды жөн көріп отыр. Міне көрдіңіздер, оң қапталдан бірден допты сол қапталға өткізді. Әдетте бұны енді мұндай футбол элементін көбінесе қолданады. Дәл осы ойыншылардың прессинг жасап жатқан, қысым жасап жатқан ойыншылардың бір қандай да бір арасын ашып алу үшін, өзіне қарай шақырып алу үшін, бір бос кеңістіктерді, бос позицияларды ашып алу үшін. Міне көріп отырсыздар, қайтадан солға қарай салған пас, бірден қысым көрсетіліп жатыр. Соның арқасында алаңда бос кеңістіктер пайда болып жатыр. Міне Захар Гультяевтің қазір орны қалай ашылып қалғанда көріп отырсыздар. Ал бұл жерде доп шығып кетті алаң жиегіне. Наурыз Мейремхан бұл допқа үлгерген жоқ, және төреші де бірден ысқырығын шалған көрдім. Құрметті көрермен, біздің енді ойымыздың алғашқы 5 минут аяқталды. Есебіміз 0-0. Да, в стартовые 5 минут голов забито не было, но инициатива за хозяевами поля. Женс поактивнее выглядит, однако есть ощущение, что в этом матче однозначного фаворита назвать будет сложно, и в целом игра должна получиться для обеих команд совсем непростой. Снова пауза возникает. Нужно будет, по всей видимости, повторить ввод мяча из аута. Николай Горобченко на ваших экранах. А тем временем Даниил Кусманов. Аут разыгрывает. На перехвате Махсат Махзумов. Еще раз. Аут нужно будет разыграть. В этом сезоне встречались две команды в рамках матча первого круга, и завершилась она нулевой ничьей. А в прошлом году также дважды играли команды между собой, и вот в домашнем матче Женс одолел Алтай со счетом 4-0. Речь, конечно же, о молодежных составах команд. Ответная встреча в Усть-Каменогорске была довольно результативной и завершилась боевой ничьей 3-3. Ну и будем надеяться, что сегодняшний матч станет скорее продолжением вот тех результативных игр, нежели то, что мы видели в рамках первого круга. Ну, посмотрим. Здорово прессингуют хозяева на чужой половине. Махзумов, передача назад. Здесь неплохую трехходовочку исполнили. И дальше Жуманов по флангу. По откате стелится Захар Гультяев. И аут. Алтай не может выиграть уже на протяжении 4 матчей к ряду. 2 поражения, 2 ничьи у команды из Скимена. Последний свой матч провели в Петропавловске. Завершился он со счетом 2-2 против молодежки Хазылжара. Здесь дальний удар. Мяч также улетает мимо ворот. Любопытно, что в той игре большую часть времени молодежка Алтая действовала в меньшинстве. Но, несмотря на это, сумели забить 2 гола в конце первого тайма и долгое время вели в счете. Усилиями Жантурия Молдобаева Хазылжар все-таки счет сравнял.
но сделал это лишь на 88-й минуте. Как итог 2-2. Хотя старт был точно за молодежной командой Кызылжар. А в итоге, рано выйдя вперед и имея на игрока больше на поле, Алтай 3 очка сопернику добыть не позволил. Махзумов направо. Передача в центр. Мягкий наброс в направлении флангового защитника. Махзумов сегодня очень активен. Снова Махсат на мяче. Пас в штрафную, скорее навес. Миримхан мяч принимает. Наурус пошел финтить. Удар в ближний угол. Было опасно. Данил Поземин среагировал в этом эпизоде. Ну и раз уж пошла речь о матчах прошлого тура, надо сказать, что Женес также сыграл в ничью в гостях. Это было против молодежной команды Укжитпес. В той встрече рано вышли вперед уже на 15-й минуте, но во втором тайме пропустили. И все-таки закончилась ничья 1-1. Хотя в том матче все-таки именно молодежка Женеса выглядела фаворитами. Здесь опасная атака. Исполнение астанчан. Прострел в штрафную. Не проходит эта передача, но подбор вновь за ними. Ну а дальше пас в офсайд. Поднимает лайнсмен флажок. И положение вне игры фиксируется. Давайте посмотрим еще на повторе. Ну да. Очевидно, что отдавал неправильно передачу в этой ситуации Миржан Омарбек. А Данил Поземин выбивает мяч далеко на чужую половину. Как итог борьбы за мяч толком не случилось. Он был попросту выбит в аут защитником Женеса. Еще раз из-за боковой. Хозяева мяч разыграли. Ну и снова попытка организовать атаку через Науруза Миримхана. Но здесь Ерала Нигметолда против него. Здорово действовал Ерала. Но опять продвижение восточно-казахстанцев в этой ситуации мы не дождались. Мяч потерян. По стартовым минутам гораздо чаще с мячом хозяева поля. Держит пока на своей половине. Вот сейчас заброс в направлении чужой штрафной. Ну и в итоге аут. Ужас Тухтасанов, капитан молодежки Алтая, был на ваших экранах. Тем временем Нигметолда аут разыграл, а здесь Николай Горобченко свалил на соперника, подталкивал оппонента сзади руками. Снова мяч у футболистов Алтая. Нигметолда. Частенько Ерала сегодня подключается к розыгрышам на своем фланге. Неплохо довели мяч до чужой штрафной. Дальше Тухтасанов решил бить, но удар не получился. Суетливо провели атаку гости. Хотя, в общем-то, дошли до чужой штрафной неплохо. Может быть, стоило здесь как раз передачу под рывок партнера по команде совершать. Снова разыгрывает от своей штрафной
футболисты ЖНСа. Здесь Камарадинов здорово мяч пропускает. Дальше передача направо. И опасно может быть. Нужен прострел хороший. Но замкнуть этот прострел не удалось. Амир Байтуров тянулся к мячу, но достать не получилось. И аут теперь. Около чужой штрафной Жуманов разыграл. И что дальше? Угловой, да, так и есть. Камарадинов зарабатывает корнер. А вот это уже может быть опасно. Махзумов. Очень внимательно Махсат Махзумов мяч устанавливает. И навес хороший. На дальнюю штангу. Но здесь слишком высокая передача. В итоге борьба за подбор. Арбитр заметил игру рукой со стороны футболиста ЖНСа. Это автоматически потеря. И Данил Поземин отправляется мяч подавать. Вчера состоялось сразу 5 встреч в рамках второй лиги в обоих дивизионах. Началось все 4 матчами параллельно. Молодежка Улытау дома проиграла молодежке Тобола 1-4. Молодежная команда Житсу со счетом 1-7 уступила молодежке Астаны. Ничью зафиксировали в матче молодежной команды Туран против Жасхарана. Арос неожиданно дома проиграл молодежке Каспи 1-2. Ну и молодежка Кызылжара дома уступила молодежке Елемая. Таким образом, пока ни в одном матче этого тура не было домашних побед. Возможно, эта тенденция прервется как раз в нашей с вами встрече. Но пока на табло нули. Және жеңістің дәл осы көрсеткен 16 минутына қарайтын болсақ, бүгін шынымен де алаңда, алаң иелері бір үстемдік етіп жатқанда көріп отырмыз. Бірақ бұл футбол, құрметті көрермен, сол үшін де Алтайды қазір бір қатардан алып тастағанда өте орынды емес деп ойлаймыз. Одан қалса турнирлік кестеде де Алтайдың жоғары тұрғанын да білеміз. Дәл осы өздері ойын өткізбей-ақ, сол Жетісудың жеңілгеннен кейін 7-ші орында тұрған Алтай ойындарын өткізбей 6-ші орынға көтерілген болатын. Себебі гол айырмашылығы теңескен болатын бұл ұжымдардың. Одан қалса Алтай бір ойынға кем өткізген. Мен солай соның арқасында 6-ші орынға табан тіреген. Бірақ қазір енді ойында қарап отырсаңыздар, шынымен де жеңіс ойыншылары өте белсенді жеңіс ойыншылары өз алаңында міндетті түрде жеңіске жетуге тырысу керек екенін айтып отырмыз. Жалпы жеңіс бір қызығы, жеңіс жастары өз алаңында, өз алаңда емес, соңғы жеңісін деп айтайықшы, Жетісуға қарсы 11-ші турда осыдан 28 күн бұрын жеңіске жеткен екен. Жетісуды 2-1 есебімен жеңген. 2-ші шілде күні ол ойында Қайратов пен Камарадинов көзге түскен болатын 29-ші және 31-ші минутта. Ал Жетісудан жалғыз голды Ертіс 8-ші минутта соққан екен. Яғни ойынның тағдыры сол бірінші таймда шешіліп кеткенде біз көріп отырмыз. Мүмкін бүгін де жеңіс ойыншылары дәл сол соңғы жеңістерін естеріне түсіріп барлығын бір өзгертетін шығар. Ал Алтайдың жеңісіне келетін болсақ, ол жеңісте өз алаңында болған екен. 9-ші тур аясында 18 маусым күні, яғни бір ай 12 күн болған. Қазір Алтайдың жеңбегеніне Роман Брагин бірінші минутта гол соққан екен. Дәл солай SD Family-де 1-0 есебімен жеңген. Ойлаңыздар, ойын басталса Брагин гол соғады. Және қалған 89 минут бойы командалар бір-бірдің қақпасын дәл көздей алмай жүргенінде біз көріп отырмыз. Ал бүгін енді жеңіс ойыншылары қайтадан сол қорғаныс арқылы қайтадан Алтай ойыншыларын өздеріне қысым жасауын шақырып жатқанда көріп отырмыз. Ал бұл жерде қателік енді Жомарттың алыстан бағытталған соққы. Дінмұхамед Жомарт өз орнында. Жомарт қазір қолын екі жаққа қарай сермеп жатқанда көріп отырмыз. Бірақ бірінші пас қақпашының дәл осы заманауи футболда өте бағаланатын дүние болып кетті қазір. Себебі көбісі бұрынғы қалай еді? Бұрын демей қояқшы, осыдан бір 10-15 жыл бұрын
Қақпашылар допты нүктеге қоятында алдыға қарай тебетін. Алаң ортасына шейін шабуылшылар, жартылай қорғаушылар алып бойлы баспен таласып, сол допты өз командасын алып беруге тырысатын еді. Бірақ доп сенде қалады деген, ал бұл жерде тағы да қателік. Қорғаушы тайып кетті. Доп сенде қалу мүмкіншілігі бір ары кетсе 60% еді, тіпті 55-60% десек те болады. Себебі қарсылас команданың ойыншылары да сол допқа таласатын. Қазір енді жеңістің шабуылы, содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Соңғы асырылған пас ортаға керемет мүмкіндік асырылған еді, бірақ Захар Гультяев өз орнында. Допты жоғалтып алу қаупі көп болатын. Сосын соңғы заманауи футболдарда соңғы жылдары осы өздеріңіз көріп жүргендей қақпашы допты ойынға қосады, қорғаушыға жеткізеді, билдап деген жаңа бір сөздің де қосылғанын көріп отырмыз. Сол арқылы енді допты жоғалтпай әрі қарай команданың шабуылын бастауға тырысатында көріп жүрміз. Ал Дінмұхамед Жомарт бұл жерде алғашқы пас өте сәтсіз болған. Әмір Байтұров ойын тәртібін бұзды. Және енді дәл сол нүктеден Алтай ойыншылар допты ойынға қосатын болады. Және бір қызығы дәл осы шілде айында Жеңіс жастар футбол клубы 3-1 ойыншыны өз қатарына қосқан екен. Мақсат Мағзұмов бүгінгі ойында 95 нөмірмен өнер көрсетіп жүрген ойыншы. Қатты бір басқа қаладан келді деп айта алмаймыз. Ал қазір керемет соққы. Аз ғана бұл допқа шиірлу жетіспей қалды. Егерде тағы да ішке қарай айналғанда Дінмұхамед Жомарт ештеңе жасай алмайтын еді. Қараңыздаршы, міне керемет соққы. Жомарт қолын созып қала берді. Ал сәл ғана қақпадан қиыс кеткен болатын. Мақсат Мағзұмов Астана жастарынан ауысып келген болатын екінші шілде күні. Әмір Байтұров тағы да екінші шілде күні келген, және де Хамза Мұхаммедәли ол Акастан келген болатын. Және өздеріңіз көріп тұрғандай Мақсат Мағзұмов, Әмір Байтұров екеуі де қазіргі таңда алаңға шығуға, алаңда ойнап жүргенде көріп отырмыз. Ал Хамза Мұхаммедәлиді біз қосалқы орамда да көріп отқанымыз жоқ. Хамза мүмкін бір жарақат алып қалған шығар, мүмкін командаға әлі толыққанды бой үйретіп үлгермегенде шығар. Бірақ десек те көрдік, міне 2-1 жаңа ойыншы, екеуі де қосалқы құрамда емес, негізгі құрамда. Ал бұл жерде енді өте қауіпті айып соққысы. Захар Гультяевқа қарсы ойын тәртібі бұзылды. Захардың тіпті бетінен шынтақпен қағып жібергендей көрінген болатын. Бұл соққыны сезінген Захар бірден енді алаңға құлағанда көрдік. Ойын тәртібін бұзған 70-ші нөмірдегі Омаржан Омарбек болатын міне. Ал енді Алтай ойыншыларына көптен күткен стандарттық жағдай. Айып соққысы өте қауіпті соққы. Бұл енді доптың жанында Олжас Тоқтасынов тұр, команда капитаны. Дінмұхамед Жомарт тосқауылды қойды, кімге қалай тұру керек екенін барлығын көрсетіп тұр. Аздап оңға қарай жылжуын да сұрап тұр. Міне 4 ойыншы қойған екен. Бұл жерде Камарадинов, Горобченко, Жагупаровтың барлығының бар екенін көрді. Төрешінің ысқырығы және бірден қақпа қарай бағытталған соққы. Дінмұхамед Жомарттың қойған тосқауылы керемет өнер көрсетті. Яғни дәл сол 4 ойыншының шетінде тұрған Фархат Жагупаровтың денесіне келіп доп тигенде көрдік. Яғни Жомарт бұл тұста керемет допты тосқауылды қойып үлгерген. Ал Жагупаров емес, Омарбектің арқасына тиген екен. Дәл сол ойын тәртібін бұзған Өміржан Омарбек өз қателігін өзі жуып шайғанды көріп отырмыз. Ал енді Алтай ойыншылары допқа көп иелік етіп, Алтай ойыншылары шабуылды бір бастап көргісі келіп тұр қазір. Алтай керемет допты тартып алды және әдемі дриблинг. Ал бұл жерде әлі де болса жеңіс ойыншысы допты өзіне сақтап қалған болатын. Солға асырылған пас. Ал енді айып алаңына кірді жеңіс ойыншылары. Керемет денесімен допты жауып құлаған болатын Камарадинов. Бірақ төреші бірден көрсетті. Ешқандай да бұл жерде пенальти жоқ екенін, ешқандай ойын тәртібі бұзылмағанын, ойындар қарай жалғастыру қажет деді. Ал міне бұл пасты көріп тұрсыздар. Негізінде сыртқа қарай шиірліп, әдемі қарама қарсы
Қапталға қарай өтіп. Доп сол 25-ші нөмірдегі Ожжан Сабыржановтың аяғынан табылу керек болған, бірақ жолда Дінмұхамед Жомарт атып шығып қолына қағып алған болатын. Жеңіс ойыншылары енді асықпай бұл допты ойынға қосады. Оңға қарай асырылған пас, керемет мүмкіндік, тағы да бір шабуыл жеңіс ойыншыларының. Ал бұл пас енді сәтсіз шықты. Басында асылып жатқан кезде ойыншының үлгермей жатқанын көрген едік. Ал пасты Құдайбергенов асырған еді. Құдайбергенов назарларыңызда, Дәулет. Жалпы бұл ойыншының да биылғы маусымда әдемі ойын өрнегін көрсетіп жүргенде айтқымыз келіп тұр. Өз қапталынан оң қапталмен тәп-тәуір шабуылдарға қосылып жүр. Ал осы ұжымдардың арасындағы екі ұжымның өздеріңіз түсініп тұрсыздар, Батхан Камардиновтың дәл осы жеңістің көшбасшысы екенін, дәл біздің сөзіміздің көрінісі де Батхан осы маусымда 5 гол соққан, бомбардирлер кестесінде 11-ші орынға табан тіреген екен. Тіпті жеңістен басқа бір ойыншы жоқ. Ал Алтайдан болса Ануар Аманжанов бар, 4 гол соққан ойыншы. 9-ші орынға табан тіреген екен. Аралары бірақ гол болса да, бірақ 8 орын. Ал сөзсіз үздік сүрмерген Арсен Ахметов, Астананың ойыншысы, 17 гол соққан. Екінші орында Нұрадилов пен Ахметәлі Қалтановтың тұрғанда білеміз. Екеуде 12 голдан соққан. Және одан кейін 3-1-де Астананың ойыншылары тұр. Жалпы Астана жастары биылғы осы екінші лиганың солтүстік шығыс аймағының сөзсіз фавориттері, көшбасшылары. 14 ойыннан кейін 40 ұпай жинаған, 13-ін жеңіп, біреуінде ғана тең нәтиже тіркеген. Және сол 14 ойында қарсылас қақпасына 90 гол соққан екен. Және өз қақпасына 14 гол жіберген, яғни шамамен енді әр ойында бір голдан жіберіп отыр деген сөз ғой. Ал екінші орында келе жатқан Шахтер тіпті дәл сол Астана жастарынан 13 ұпайға қалып келе жатыр. Енді өздеріңіз бұл жерде ойланып, жалпы командалардың деңгейінің қалай екенде айта берсеңіздер болады. Ал қазір Алтайдың бір шабуылы басталып келе жатқан болатын, бірақ жеңіс ойыншылары қорғаныста керемет ойнады. Ну и пока у нас скорее повторение того, что вы видели в первом круге, нежели то, что наблюдалось в матчах этих двух команд в прошлом сезоне. Динмухамед Жомарт выпрыгнул на мяч. В итоге приземление было не самое удачное. Раздается свисток Мусала Сейтмахзума. Игру он остановил. Аманжанов исполнял этот заброс в чужую штрафную. Ну и спокойненько футболисты Женеса мяч разыграли от своих ворот. Пока классический перекат на своей половине поля. Дальше заброс на фланг. И нарушение правил. Перестарался здесь в отборе Тимурлан Масалимов. Быстро разыграли хозяева. Дальше попытка на дриблинге от Наурза Миримхана пройти соперника. Но здесь очень здорово сегодня действует Ерала Нигметолда. Жуманов из-за боковой. А вот Санжар разыграл. Завязывается борьба и опять. Опять аут. А вот здесь хороший навес, и действительно реализует этот шанс хозяева. 1-0. Мирас Хайратов здорово подкараулил ошибку соперника на дальней штанге.
И навес последовал как раз именно в ту зону. Выскочил из-за спины защитников Алтая и уверенно в уголочек ворот Данила Поземина эту атаку реализовал. 1-0. Джинс выходит вперед. Ну и есть надежда, что игра теперь раскроется. Давайте еще раз атаку посмотрим. Умничка Камарадинов. Здесь шикарная передача от него. Очень тонко. Причем в окружении сразу нескольких соперников. Мяч подхватил, развернулся, увидел. Все исполнил идеально. Ну и завершение от Мираса Хайратова тоже было очень точным и ярким. 4-й гол в текущем сезоне забивает капитан молодежки Дженса. Есть 4 голевые передачи на его счету также. И хозяева выходят вперед. Посмотрим, чем теперь ответит Алтай. Неожиданная потеря в центре. Горобченко передачу отдает. В итоге адресный пас получился на Наурза Миримхана. И угловой заработал игрок фланга атаки хозяев поля. Зачастую такое бывает в матчах молодежных команд, что если одна команда забивает, то вторая начинает как-то сильно психологически проседать, и удается сразу несколько голов такой ситуации реализовать. Я намекал на то, что удачный будет розыгрыш углового, но здесь защита отбилась. Дальше прострел! Ой-ой-ой, как опасно. Но удается отбиться хозяевам. Еще один заброс. Осадили буквально чужую штрафную сейчас футболисты в желтой форме. Завозились немножко. Здесь потеря. Аманжанов корпусом мяч укрывает. Против него правила были нарушены. Тем временем атакуют футболисты Алтая через правый фланг. В итоге упускают за боковую. Еще один розыгрыш. Махзумов. Продвинулись хозяева метров на 10. Да, Махзумов мяч оставляет. Теперь аут. Снова разыграет Санжар Жуманов. В итоге увидел рывок Камарадинова. Здесь последнего в спину подталкивал Дархан Дастан. Но мяч остается у Дженеса. Поэтому свистка не было. Снова аут. Ищет вариант Санжар. Ну и в итоге не самый лучший розыгрыш здесь получился. Сыграл с Амиром Байтуровым, но ногами отдал плохой пас. Поземин внутри своей штрафной на коротке разыграл. Дальше вынос в центр. Здесь нарушение правил против Юнуса Масудова. Давайте еще раз посмотрим. И свободный для футболистов Алтая. Теперь аут заработали. Любопытно взглянуть на статистику, тем более, что больше получаса мы с вами уже увидели. По владению мячом 62 на 38 в пользу
футболистов Жеңіса. По ударам 4-5. Неожиданно впереди молодежка Алтая. А вот по ударам в створ 3-1. Здесь хозяева соперника опережают. По угловым 4-0. Колоссальный перевес Жеңіса. По офсайдам 1-0. По нарушениям 7-2. Гораздо чаще фалят именно футболисты Жеңіса. На счет 1-0, благодаря голу в исполнении Мираса Хайратова. Да, в общем-то, можно говорить о том, что свой игровой перевес Жеңіс сумел реализовать. И пока ведут в счете. Молодежка Жеңіса в этом сезоне чередует неудачные матчи с яркими перформансами. Что уж говорить, эта команда единственная в текущем сезоне, кто сумел отобрать очки у лидера Северо-Востока, у команды Астана, а именно молодежного состава. Астанчане, как вы знаете, имеют невероятную статистику. 14 матчей, 13 побед и всего лишь 1 ничья. Вот как раз в 12-м туре в матче против Жеңіса в столичном дерби молодежных команд случилась результативная ничья 3-3. Кто больше похвастать таким не может. А тем временем стандарт для Алтая. Сильный навес. В итоге удалось забрать подбор. Напрашивается передача на Гультяева. Захар снова грузит штрафную. Но здесь Динмухамед Жомарт выходит и уверенно мяч в руках фиксирует. Жомарт міне асықпайды енді допты ойынға қосуға. Не көрдіңіздер? Сенімді түрде қақпадан шығып, қолына қағып алды. Енді міне Мағзумов қасырған пас. Мағзумов оңға қарай. Алаңның ортасында дәл осы 95-ші нөмірдегі Мақсаттың да керемет өнер көрсетіп жүрген байқап отырмыз. Тіпті ойыншылардың ары-бері қимылдауын барлығын басқарып жүргенде Мағзумов алаңның ортасынан қорғаушылардың допты қабылдап алып, шабуылға қарай пас асырып, немесе сол доппен өзі алдыға қарай ұмтылып жүргенде көріп отырмыз. Яғни жеңіс жастарының командасының дәл осы бірден көшбасшысына айнала кеткенде көріп отырмыз. Мақсаттың. Ал қазір енді ауттан допта Жұманов допты ойынға қосты. Айбалаңнан асырылған пас, Алтай ойыншылары сенімді қарай тастаған болатын. Ал Камарадиновке асырған пас, оңға қарай тағды доп. Құдайбергенов алға қарай пас асырған. Камарадинов мен төмен қарай түскен екен. Тағы да бір әуелетіп жіберген пасы Камарадиновтың. Ал бұл жерде өз-өзін алдап қалғанда көрдік. Жеңіс ойыншысының қарсыласының, оның ойынша енді қарсыласын бірден алдап кету керек болған еді. Бірақ қарсыласын емес, өз аяғын сүрініп, бұл жерде допты қарсыласына беріп қойған еді. Және көрдіңіздер, қалай ойын тәртібі бұзылғанын. Ойыншылардың дауыстары да шығып кеткен болатын. Команда капитанына қарсы Алтайдың. Дәл осылай ойын тәртібі бұзылған, тіпті құтқарып қалғанда көрдіңіздер. Нағыз капитан, қарсылас командасының ойыншысы алаңға құлап түспеушісін, қандай да бір жарақат алмашысын өз арқасында мініп келе жатса да қолымен ұстап, әйтеуір аяғында қалуын қамтамасыз еткен болатын. Ал бұл жерде қателік. Допты шабуылдың алдынан шығарып бастаған оймен тепкен болатын, бірақ топ қарсыластың алаң бөлігіне емес, қарсыластың айбалаңның жанына емес, бұрыштамаға қарай кетті. Паземен назарлаңызда Данил қақпасынан допты бір рет бүгін ашыққан болатын. Ал міне қазір сол Мағзумов қайтадан допты нүктеге қойды. Мақсат бұрыштама допын асыратын болады. Айбалаңға асырылған пас, Паземен сәтсіз ойнады, жұдырықпен ұрған болатын, бірақ топты айбалаңнан шығарып бастамады. Әлі де болса талас.
Құдайбергеновтың бұл финті тағы да көрдіңіздер, допты қарсыласқа сыйлағанын алаң жиегіндегі кішкентай болбойларды көріп жүрсіздер. Нағыз болбой десек келетін шығар, Жеңіс футбол клубының жастары, Жеңіс футбол клубының болашақтары, кішкентай осы азаматтар, бір түріне қарасаңыздар 5-6 жасар балалар сияқты алаң жиегінде тұрып доп беріп бір дәл осы жігіттер ішінде бұл енді керемет бір сәт шығар. Ертең сол Камаридиновке доп бердім деп айтып жүрген шығар. Қазір Алтайдың шабуылы керемет, бірақ доп алаң жиегінен табылды. Себебі шабуылшы допты қақпаға қарай бағыттап үлгере алмады. Аяғын сәтсіз тосқан болатын. Ал Мағзумов дер кезінде қорғанысқа қайтып үлгерген Мағзумов жүрде шығарт бастады. Ал енді Алтай ойыншылары қайтадан шабуылды басынан бастайды, қайтадан қорғаныс арқылы. Сырылған пас сәтсіз. Мағзумов міне алаң ортасын доп тоқтатып алды. Бірден басын көтеріп кімге қарай пас азы екен бір сәтте іздеп бастайды. Артық бір ойлану, допты өзінде ұзақ ұстау деген ой тіпті мүлдем жоқ. Ал Мейремхан болса кезекті рет допты алаң жиегіне шығарып алып отыр. 72-ші нөмірдегі ойыншы сол қапталдан Масалимовқа сыйлай салғанын да көріп отырмыз. Мағзумов алаң жиегінде Алтай ойыншылары Жеңістің қысымында аздап сезіп тұр. Сол үшін де қорғаушылар жылдам футбол көрсетуге тырысып жатыр, бірақ Жеңіс оданнан бетер, қысымын көрсетіп жатып, соның арқасында допты алаң жиегіне шығарып тастауға мәжбүрлеген болатын, бірақ Жеңіс ойыншысының аяғына тиіп кетті бұл доп. Ал енді алаң иелері қателік дер кезінде әріптесінің қателігін Коробченконың жуып шайғанда көріп отырмыз. Енді қорғаныс арқылы қайтадан бастайды. Қайтадан осы оң қапталдан сол қапталға бір-біріне пас алмасу, мүмкіншілік болса тағы да оң қапталға жеткізу. Бұндай ойын стилін біз бірнеше рет көрдік бұған дейін. Ал міне қазір Мейремхан керемет алдап өткен, бірақ оның жолында Құсманов табылды. Бірінің қателігін бірін дер кезінде жуып шайып жатыр қазір Алтай ойыншылары. Яғни біреу қателесті екен деп, екіншісі қолын сермеп тұрған жоқ. Дер кезінде сол ойыншының орнынан табылып, сол ойыншының позициясын жауып жатқанын да көріп отырмыз. Ал міне қазір Алтай енді Жеңістің жаңаға бір ойынын өздеріне ұсынып тұр. Қорғаныста доп ұстап, бірақ сәтсіз шығып жатыр тағыда. Қысымға төтеп бере алмай жатыр. Қысымды сезінген сәтте бірден допты алаң жиегіне қарай шығарт бастап, әйтеуір бір аутқа шығарып, содан кейін асықпай бір қорғануды жөн көріп тұрғандай. Құдайбергенов доппен жайған ауттан ойынға қосты. Қайтадан қорғаныс арқылы Омарбек солға. Жұмановтың Мейремханға асырған пасы. Мейремхан қарсыласын алдағысы келеді, бірақ бұған дейін оның қолынан келмей жатқан сөзін шын керек. Ал қазір әдемі соққа. Әмір Байтуров әдемі оң аяғына туралап тұрып, шиіріп соққы бағыттаған қақпашының алыс тоғыздығына. Және қараңыздар, доп сәл ұшқанда позиямен түк жаса алмайтын еді. Тоғыздыққа топ ете қалатын бұл доп. Байтуровтың да эмоциясын көрдіңіздер. Әрине өкінішті, барлығын дұрыс жасады. Қарсыласын алдап өту, соққы бағыттау таймингі барлығы өз орнында. Ал аздап қана бір дәлдік жетіспеді. Немесе бір сәл әлсіз соққы бағыттаса, сәл төмен шығармайды дегенде ой бар. Бірақ енді неде болса, Байтуров әдемі соққы бағыттап көзге түскен болатын. Есепті 2-0 қылып жерге өте жақын болған. Бірақ бұл доп қақпадан табылмады. Ал енді Алтай ойыншылары оң қапталмен шабуылға шығып келе жатыр. Әуелі басырған пас Мағзумов тағыда бұл доптың жолынан табылды. Коробченко қорғаныс арқылы ойнамайды екен.
қорғаныс арқылы ойнайтындай көрсеткен болатын. Өзі де соған сеніп тұрып қарсыласын алдап кетуді жөн көрген, бірақ алаң жиегіне шығарып алды допты. Байтуров. Аздап бір жарақат алып қалған сияқты, ал қазір жеңістің 2-1 ойыншысы бауын байлап алды. Масалимов. Күлтяев арқылы Масалимов. Қандай керемет допқа талас. Ойыншылардың аяғы бір-біріне келіп қалғанда көріп отырмыз. Ал Алтай енді асықпай осы бірінші таймды өз соңына жеткізетін сияқты көрінеді. Себебі түсінікті. Енді жеңістің шынымен де осы 1-0 есебімен жеңіп жатқаны, ол голдың соғылуы ойын барысында күтіліп тұрды. Ал Алтай бір голға ойнады деп айта алмаймыз. Бірақ бұл футбол болғаннан кейін кез келген сәтте бір жақсы шабуыл, бір айып соққысы голға айналып кетуі мүмкін. Міне қазір Юнус Масудов алаң жиегінен 2-1 ойыншыны алдағысы келген, біреуін алдап өткен тіпті. Бірақ соңына шейін жеткізе алмады, Нығметолда. Орта қарай пас асырған. Масудов не айбалаңына кіріп бара жатыр қазір тағы да бір алдап өтудің жолын жасаған еді. Алтай ойыншысы Аманжанов. Бірақ Ануардың қолынан келмеді. Ануар бүгінгі ойында қатты бір көзге түсіп жатқан жоқ. Біз айттық, бұл ойыншының 4 гол соққан, Алтайдың сапындағы үздік сұрмерген деп, бірақ Ануар қатты бір ойынымен көзге түсіп, Дінмұхамед Жомарт қорғаған қақпаны қайта бір мазалап жатыр деп айта алмаймыз. Ал Жомарттың қазір алдыға қарай асырған пасы, Камарадинов, Батыхан доппен және айбалаңына кірді, сол аяғына турылап, орта қарай. Дәл сол Мағзумовқа пас асырғысы келген, бірақ Коробченконың аяғынан табылды доп. Коробченко оңға қарай, Құдайбергенов мұнда әріптестерінің ашылғанын күтіп отыр. Жалпы жеңістің ойыны қарап шынымен де көзіміз қуанып отыр. Қарап тұрсаңыздар, әйтеуір допты әуелетіп айбалаңына асырып жатқан жоқ. Бір-бірімен пас алмасып, бір-бірімен қандай да бір комбинация жасауға тырысып жатыр. Ал біз осы тәнті болып отқан кезде төрешіде ысқырығын шалған екен. Бірінші таймға ешбір уақыт қосқан жоқ. 15 минут жүрістен кейін қайта қауышатын боламыз, құрметті көрермен. Ал қазіргі таңда жеңіс Алтайды 1-0 есебімен жеңіп жатыр.
Құрмет футбол сүйер қауым, 15 минут үлістен кейін қайтадан КФФ Лиг YouTube арнасына оралып отырмыз. Естеріңізге сала кетейік, бұл екінші лига ойындары, жеңіс жастары мен Алтай жастар арасындағы ойын. Бірінші таймнан кейін есеп 1-0 және жалғыз голды команда капитаны Мирас Қайратовтың соққанда көріп отырмыз. Және Алтай сапында өзгеріс орын алған екен. 19 нөмірде өнер көрсеткен Ералы Нығметолданың орнына алаңға 49 нөмірдегі Артем Ларионов шыққан екен. Дәл осындай өзгерісті Антон Быков мырза жасаған. Ал міне назарларыңызда ойынымыздың бас төрешісі ысқырығын шалды. Екінші таймымыз басталды. Олай болса төрешіні таныстырайық. Сейіт Мағзұм Мұсалы. Оның көмекшілері Бахром Атабаев пен Аян Базарбай. Төртінші төреші Нұрсұлтан Алимов болса, ал ойын инспекторы Бағдат Тусеев, комментаторлар Дидар Есемов және мен Әлімжан Тасболатұлы. Әдеттегідей алаң иелерінің құрамын таныстырып бастайық. Қақпада 24-ші нөмірдегі Дін Мұхаммед Жомарт, алаңда 21 Батхан Камарадинов, бүгінгі гол пасының авторы, және де команданың үздік сұр мергені 30 Николай Горобченко, 65 Санжар Жұманов, 69 Фархат Жагупаров, 70-ші Омарбек Омарбек, 72 Дәулет Құдайбергенов, 78 Наурыз Меремхан, 84 Әмір Байтуров, 95-ші Мақсат Маусым және команда капитаны жалғыз голдың авторы 96-ші нөмірдегі Мирас Қайратов, ал команданың бас бапкері Азат Мырзағалиев екенін білеміз. Қонақтардың құрамын таныстырайық. 16-ші нөмір Данил Паземин, 71 Олжас Тоқтасанов команда капитаны, 12 Захар Гультяев, 14 Дархан Дастан, 19 Ералы Нығметолданың орнына алаңға 49 Артем Ларионов шыққан, 25-ші Ожжан Сабыржанов, 44-ші Ануар Аманжанов, бұл енді Ануар, Алтайдың үздік сүрмергені, 52 Юнус Масудов, 55-ші Нұрали Нұрсейітов, 87-ші Даниал Қосманов, 96-ші Темірлан Масалимов. Команданың бас бапкері Антон Быков. Және ойынымыздың екінші таймында басталды. Енді бірінші тайм туралы аздап бір сөз қорытындылайтын болсақ, бірінші тайм туралы аздап әңгіме айтатын болсақ, жеңіс бірінші таймда сөзсіз жақсы өнер көрсетті. Дәл осы бір голдың соғылуында ойынның барысы деп айтсақ та болады, жеңіс толыққанды гол соғуға керемет ойнады. Ал Алтай енді көбінесе қорғаныста ойнады, бірақ өзінің жақсы бір мүмкіндігі болған, айып соққысын орындады. Дәл осы 71-ші нөмірдегі Олжас Тоқтасанов, бірақ доп тосқауылға тиген болатын. Одан қоса жеңістің екінші гол соғатында сәті болған еді. Әмір Байтуровтың жасаған соққысы тозықтан аздап қана жоғары кеткен, ал қазір бұл шабуылдың ешқандай өз нәтижесін бермегенін де көріп отырсыздар. Горобченко қазір доппен, Горобченко бұл жерде бір емес екі рет қарсыласын алдаған, бірақ өзінің айбаланың қасында бұлай алдаудың қаншалықты керегі бар дегенде сұрақ туындайды. Ақыр соңында Горобченко допты алаң жиегіне шығарып, енді қазір бұрыштама доп болады. Ал ол бұрыштаманы Ожжан Сабыржанов допты нүктеге қойған болатын, бірақ Ожжан допты қалдырып кеткен екен. Яғни әріптесі қазір асыру қажет. Не Захар Гультяев. Захар бұрыштамаға қарай келе жатыр. Қолын көтеріп, допты бірден айбалаңына асырады ма екен, әлде жанындағы бір ойыншымен ойнатып жібергенде көріп отырмыз. Захардың дәл сол Ожжан арқылы. Ал енді Алтай ойыншылары әуелеткен добы екінші таймдағы қауіпті бір шабуылдардың бірі, және Алтай ойыншылары өздеріңіз байқап отқанда екінші таймда керемет бастады. Не қазірдің өзінде де доп Алтай ойыншыларында қалды. Допты ауттан ойынға қосатын болады. Дастан енді Дархан ауттан қосқан пасы Камарадинов қорғанысқа келген екен. Батыханның бүгінгі ойындағы сөзсіз тағы да бір кезекті жақсы ойын өрнегін көрсетіп жатқанда көріп отырмыз. Әдемі пас қиып берген болатын. Егерде бұл ойынның бірінші таймын көрмесеңіздер, міндетті түрде дәл осы біздің YouTube арнамызда артқа қарай айналдырып қарасаңыздар. Камарадиновтың пасы алып жерде Жомарт қателесті. Бірінші таймда сенімді ойнаған Дін Мұхаммед Жомарт допты қолынан шығарып алып, сосын қайтып өз иелігіне алған болатын. Камарадиновтың пасы қиып тұрып пас берді. 2-1 қорғаушының ортасынан қарсыласының бойы жетпейтіндей қылып, және доп келіп дәл Мирас Қайратовтың аяғынан топ етіп түскен. Ал ол допты жерге түсірмей тұрып Мирастың әдемі соққы бағыттап Данил Паземиннің жақын бұрышын көздеген еді. Ал енді болса дәл сол есепте алға шыққаннан кейін жеңіс ойыншылары асықпай шабуыл жасап, мүмкіншілік болса тағы бір гол соғып алуға тырысады.
Себебі біз айтқандай жеңіс соңғы өзінің 3 ұпайына осыдан 28 күн бұрын қол жеткізген еді. Дәл осы өз алаңында Жетісуды 2-1 есебімен жеңген, тіпті камбэк жасаған десек те болады. Басында 8-ші минутта өз қақпасынан гол жіберіп алғаннан кейін 29-ші және 32-ші минутта жеңіс ойыншылары 2-1 гол соғып ойын тағдырын бірінші таймда шешіп бастаған болатын. Ал Алтайдың да соңғы жеңісінің тағдыры бірінші таймда шешілген. Роман Брагин ойынның бірінші минутында SD Family-ге қарсы гол соққан еді. Ал біз де бүгін үміттенеміз, біздің ойынымыздың тағдыры сол бірінші таймда шешіліп кетпесе екен деп, яғни дәл осы 1-0 деген есеппен қалмаса екен деген ойымыз бар. Себебі екінші таймда да гол көргіміз келеді, екінші таймда да қызық футбол көргіміз келеді. Ал қызық футболдың ол көркі әрине гол екенін білеміз. Ал бізде қазір енді есеп 1-0. Есеп ойынның 50-ші минутында. Стартовые 5 минут второго тайма прошли без голов. Ну и, честно говоря, согласен я с Алимжаном по поводу забитых мячей. Хочется, чтобы во втором тайме было их побольше. Ну и в целом статистически, да, если брать, что называется, в среднем по больнице, то во втором тайме обычно голы залетают чаще. Это и у нас во второй лиге частенько так происходит. Ну и в целом это мировая тенденция, скажем так, в футболе. Во вторые 45 минут голов обычно бывает больше. Естественно, берем за скобки те ситуации, когда многое решается уже в первой половине. Тогда сценарий матча складывается иначе. А вот по такой игре, как сегодня, вполне возможно, что во втором тайме основные события развернутся. Азат Мурзагалиев, главный тренер молодежки Женеса, пока свой стартовый план верит полностью. Антон Быков, тренер Алтая, сделал одну замену. Убрал Ералын Нигметолда, и вместо него вышел Артем Ларионов. Много работы было у Ералы в первом тайме. Именно с его фланга частенько соперники угрожали воротам Алтая. Ну и, наверное, замена связана в первую очередь с этим. Хотя могут быть и другие причины. Тем временем Женс с мячом в центре поля. Хороший пас на правый край. Но здесь перехватывает мяч баллиста Алтая. Ну и дальше Атаманжанова покидает пределы поля. Аут будет. Быстренько Худайбергенов разыграл. Снова получает передачу Даулет. Скидка назад. Здесь же Гупаров. Маржан Умарбек. Уже Гупаров. Ошибается в центре поля. Но здесь Горобченко очень технично действует. И удается ему сохранить мяч для своих. Снова Горобченко. Опять шикарно на финте здесь убирает соперника. И дальше перевод на левый край. Отсюда уже атака в исполнении Женеса. И гол, друзья. Вот это да. Показалось мне сначала, что мяч затрепыхал сетку с обратной стороны. Но, как мы видим, гол после удара Науруза Миримхана состоялся. 2-0. Ну и виной всему, в том числе, рикошет. Сейчас на повторе мы в этом убедимся. Вот здесь здорово качнул соперника Миримхан. Дальше пробил и попал мяч в Даниила Кусманова. Давайте еще раз. Вот с этого ракурса очевидно. Да, и залетает в ближний угол ворот Данила Поземина. Данил прыгал уже, закрывая дальний. Именно туда метил Науруз Миримхан в этой ситуации. Но и с рикошетом повезло. Тем не менее, это ни в коем случае не принижает заслуг Миримхана. Так, гол записан на его имя. Ни в коем случае это не автогол, так как удар Науруза шел прямо в ворота.
закрепляют свой перевес астанчане и теперь могут действовать уже поспокойней. Ну а молодежке Алтая уже точно не стоит отсиживаться в обороне. Надо как-то максимально высоко стараться действовать, прессинговать соперника, искать счастье исключительно в атаках. Все-таки какой-то большой разницы в том, как проиграть со счетом 2-0 или условно 6-0, я, честно говоря, не вижу. И здесь все усилия футболистам Алтая нужно приложить именно к тому, чтобы отставание сократить. Не торопится Динмухамед Жомарт, хотя уже дан сигнал Сейтмазума Мусала, чтобы... Так, здесь пауза была, и Сарамануаров в эту паузу вышел на поле, да, замена в составе Алтая. Ну и затем уже вынос мяча от кипера астанчан. Борьба в центре поля. Прерывает этот пас защиты Дженса. Да, кажется, мяч остается в поле. Вот когда добирается мяч в эту слепую зону, все-таки мы прекрасно понимаем, что есть пространства, которые не попадают в прицелы камер в связи с тем, как все устроено здесь в доме футбола. Бровка очень близка к стенкам непосредственно здания, и, как вы можете догадаться, операторы снимают, что называется, впритык к полю, и порой возникает на ближней бровке вот эти слепые зоны, которые тяжело проконтролировать. Тем временем атака Алтая. Дошли до чужой штрафной. Удар заблокирован. Юнус Масудов создал активность чужой штрафной. И в итоге аут. Ну вот, как-то посмелее стали действовать футболисты гостевой команды. Тем временем уже атака в исполнении Джинеса. Камарадинов не лучшую передачу здесь исполняет. Батхан. И в итоге потеря. Аут будет для Алтая. Ну и похоже, близки мы к тому, чтобы зафиксировать первую хозяйскую победу в этом туре второй лиги. Ранее мы уже отмечали, что хозяева преимущественно в этом туре проигрывают. Лишь в одном матче молодежь Турана сумела удержать ничью против Жасхарана. В всех остальных встречах хозяева неизменно уступали в счете. 2 раза со счетом 1-2. Еще 2 разгромных счета мы фиксировали. 1-4, 1-7. Ну и для тех, кто хочет следить за результатами, даже в режиме онлайн, вы всегда можете это сделать на сайте kffleague.kz. Вся актуальная информация с турнирной таблицей, матч-центром и всем остальным присутствует. Причем по всем казахстанским лигам. Что у нас тут? Да, от ворот похоже. Свистка рефери не прозвучало.
нарушает правила Аманжанов. Здесь за споры с рефери желтую карточку получает. Продолжает что-то там разговаривать. Может ведь и красную получить. Ну и примерно это пытался Ситмагзу Мусал сейчас объяснить. Будешь себя так вести, выгоню. Ну и кажется, Аманжанов смирился. Да, желтая. И в целом для Алтая второй тайм пока складывается неудачно. Час игры позади, Жеңіс ведет в счете 2-0. Ануар Аманжанов енді түсінікті. Өзінің алаңда көрсетіп жатқан ойынына көңілі толмай жатыр. Бұл жерде енді эмоциялар пайда бола бастайды. Бірақ ол эмоцияны төрешіге көрсетудің қаншалықты орны бар дегенде сұрақ туындайды. Дәл қазір таңда енді лайв кестеге қарайтын болсақ, Жеңіс 14 ойыннан кейін 14 ұпай жинап тұр. Және сол 8-ші орында қала береді. Себебі Жетісу кеше ғана өзінің 13-ші ойынын өткізген, Астанадан жеңілген, Жетісуда 15 ұпай, 1 ұпай жақындайды. Және дәл осы Алтайға да 1 ұпай жақындап қалатында көріп отырмыз. Алтайда 13 ойыннан кейін қазір таңда 15 ұпай, гол айырмашылығы -8 болып кетті. Жетісу керісінше қайтадан 6-ші орынға көтеріліп отыр. Алтай болса 7-ші орынға түсіп отыр. Ал ойын аздап қызып жатқанда көрдіңіздер, бірақ ойыншылар қол алысып, құшақтасып, ештеңе болмағанын, барлығы дұрыс екенін бір-бірімен анықтап шешкенде көріп отырмыз. Ал Жеңістің тағы да бір шабуылы оңға қарай. Камарадинов, топқа талас, Мағзумов. Солға қарай асырылған пас, Жеңіс енді сол қапталмен шабуылдайды, әдемі алдап өткен, бірақ қарсыластың аяғына келіп қақтығысып қалды. Захар Гультяев доппен өретілген пас, топқа талас, Коробченканың оңға қарай асырған добы Құдайбергенов. Мағзумов, Омарбек. Және доп ортада. Алғара асырылған пас. Аманжанов, Ануар. Доп енді 49-ші нөмірдегі Ларионовқа келді. Артемнің алыстан бағыттаған соққысын көрдіңіздер. Дінмұхамед Жомарт ешбір қиналмастан өз қолына қағып алды. Жомарттың да жалпы осы Жеңіс сапына келіп ойнауы әрине ол көмектеседі. Себебі Қазақстан премьер-лигасына ойнап жүрген тәжірибесі бар. Кезінде естеріңізде ме, Қайраты Москва деген, Қайрат Мәскеу деген футбол клубы ашылған еді. Сол жерде де Жомарт қақпаны күзеткен болатын, ФНЛ-да өнер көрсеткен, жай ғана өнер көрсету емес, Қайрат ол жерде біраз шайқаған болатын. Және сол құрамдағы қазіргі ойыншылар, сол Әділет Садбек сынды, осы Дінмұхамед Жомарт сынды ойыншылардың көбісі қазір Қазақстан премьер-лигасында доп теуіп жүр. Ал бізде қазір өзгеріс орын алады. Алтай сапында 25-ші нөмірде өнер көрсеткен Оржан Сабыржановтың орнына алаңға 29-ші нөмірдегі Диас Аспенбетов шығады. Диас алаңға шықты, және Диастан бөлек 59-ші нөмірдегі Бекжан Қабылғазин алаңға шығуға дайындалып тұр. Бекжан кімнің орнына шығады екен? Бекжан сол 52-ші нөмірдегі Юнус Масудовты алмастырды. Юнус бүгінгі берілген 64 минутта керемет қолданды деп айта алмаймыз. Әрине бір-екі мүмкіндіктері болды. Бір-екі дриблингті жасап, сәтті жасағанда есімізде. Бірақ енді осы қарсыластың бір шабуылында қандай да бір керемет ойын көрсетті. Қарсыластың қорғанысын бір мазалады деп айта алмаймыз. Ал міне қазір енді доп Алтай ойыншыларында
Тоқтасынов. Бірақ Тоқтасынов топтан айырылып қалған. Қазір ойын тәртібін бұзып жібермеу керек. Тоқтасыновқа міне көрдіңіздер, иә. Қандай керемет топты төселіп тұрып тартып алған. Бірақ одан кейінгі әріптесі топтан айырылып қалды. Камарадинов айбалаңда Батықан доппен артқа қарай пас берді. Әдемі допты сақтап қалған өзінде жеңіс ойыншылары. Топ әлі де жеңіс ойыншыларында өз әріптестерін күтіп тұр. Жоқ, бірінші алдап кетуді жөн көрді. Бұрыштамады оба. Наурыз Мейремхан бұған дейін қарсыластарын алда алмай жүрген еді. Енді міне көрдіңіздер қалай керемет ойнап кеткенін. Қарсыласын әдемі алдап бұрыштама добын алып келді. Ал енді Мақсат Мағзумов өзінің техникасын бір паш етіп допты нүктеге қойып қазір бұрыштамадан допты асыратын болады. Бірақ бұған дейінгі Мағзумовтың асырып жатқан пастарынан біз керемет қауіпті шабуыл көрмеген едік. Мүмкін қазір. Жоқ, қазірдің өзінде де сәтсіз. Гультяев бұл жерде топты алаң жегіне қарай басымен шығарып бастады. Енді жеңіс ойыншылары Құдайбергенов топты қосардан алдын өзгеріс орнататын сияқты. Жоқ. Рұқсат берді топты қосуға. Камарадинов, Батықан өкшесімен ойнаған, бірақ бұл пас сәтсіз шықты. Ларионовтың әдемі қаптыла ауыстырған пасы, бірақ әріптестері дәл осы сәттен табылмаған еді. Мағзумов енді сол қапталмен айбалаң асырған пас және өте қауіпті соққы болды. Бірақ бұл соққының қақпадан қалай табылмай қалғанды біз түсінбей отырмыз. Әмір Байтуров бағыттаған еді 84-ші нөмірдегі Әмірдің екінші мүмкіндігі. Ойындағы қараңыздаршы, екі осы жазғы трансферлік ауысымда келген ойыншы, екеуі де екінші шілде күні келген. Мағзумов та, Байтуров та шабуылды жасаған. Әдемі Мағзумовтың пасы, Байтуров барлығын дұрыс жасады. Соққын да бағыттады, қақпашының алыс бос бұрышын көздеген болатын, бірақ сәтсіз шықты. Және Байтуровты алып тастағандай көрінеді. Дәл солай. Дамир Елубаев шығып алаңға 83 нөмірдегі Әмір Байтуров өзінің керемет бір мүмкіндігі болған еді. Қолдан алмады, ештеңе етпейді. Жалпы бүгінгі ойында жаман емес деген баға қойға болады Әмірдің ойынына. Өзінің мүмкіндіктерін қолдан алмады, бірақ ол мүмкіндіктерді жасап, қарсыластың айбалаңда ашылып, әріптестеріне пас асыруға мүмкіндік жасаудың да өзі, ол да бір өнер, жақсы бір позиция таңдау. Қарсыластың айбалаңның ішінде оның барлығы кезі келген футболшыда бола бермейді. Бұндай қасиеттер. Ал қазір ойын тәртібі бұзылды міне. Және 14-ші нөмірдегі Дархан Дастанды шақырып алды қазір бас төреші. Бұлай ойнамау керек екенде түсіндірген болатын. Қараңыздар, келді даны қарсыластың аяғынан шалғанынан бөлек тізесімен бүйірінен келіп қағып тастаған екен. Ал доп тағы да алаң жегінен шығып кеткенде Алтай ойыншылары допты ойынға қосады. Алды арасылған пас. Шығарып бастады етті. Алтай. Сырмануар. Доп қала береді. Жеңіс ойыншыларында жалпы турнирлік кестені енді айттық біз бұған дейін. Жеңіс бүгін енді 3 ұпай алуға өте жақын. Бірақ осы 8-ші орында қала береді деп тек қана Алтай 7-ші орынға түсуі мүмкін деп, осы Алтайдың келесі қарсыласы ол азулы Шахтер жастары. 5-ші тамыз күні өнер көрсетеді. Өз алаңында Шахтер жастарын қабылдайды және Шахтердің айттығы бұған дейін де турнир кестеде 2-ші орында тұрғанын, ал жеңіс болса келесі ойынның қонақта Елімай жастарына қарсы ойнайды. Дәл сол Елімайдың үздік сұрмергені Мазулы Нұрәли Нұрадиловқа қарсы жеңіс жастарды ойнайтынын білеміз. Ол ойын қонақта өтетінде айтқымыз келіп бір және өте тартысты ойын болу қажет. Себебі Елімай да жеңістің бүгінгі ойынын көріп отырсыздар. Өте ашық футбол ойнап жатыр. Елімай да дәл сондай футбол ойнағанды жақсы көреді. Яғни ол ойындарда гол саны
көп болуы әбден мүмкін. Ал тағы да әуелетіп, оңға қарасырылған пас. Камарадинов әдемі тоқтата алды. Батыхан айбаланына кірді. Әріптестен асырған пасы, бірақ қорғаушылар сенім шығарып бастады. Камарадиновтың сол аяғының енді мықты екенін көріп тұрсыздар. Сол аяғының ішімен де, сыртымен де ешбір қиналмастан пас асырып жатыр. Әріптестерін әйтер іздеп табуға айбалаңында, әріптестеріне бірден доп жеткізуге, сол допты жеткізу арқылы олардың гол соғуына барша мүмкіндікті жасап жатқанда көріп отырмыз. Бірақ Батыханның бүгін өзінің гол соғатын бір ауыз толтырып айтатын мүмкіндігі болған жоқ, мүмкін қалған әлі 20 минут бар енді ойынның аяқталуына. Сол кезде Батыхан міндетті түрде өзінің бүгін айтарын, дерін жасап қалар. Ал қазір бұрыштама добы. Да, угловой для хозяев поля прибежал Санжар Жуманов, чтобы этот корнер разыграть. У нас на заднем плане два игрока скамейки запасных. Мадяр Маратов и Диас Куралбаев. Кого-то из них, возможно, сегодня и на поле увидим. Навес тем временем прямо в штрафную. Вратарь выбивает, но недалеко. И здесь удар через себя в исполнении Махсата Махзумова. Но удар неточный. Еще раз нам повторяют этот эпизод. Да, забей Махзумов, было бы очень красиво здесь. Ну и, наверное, была бы ошибка со стороны Данила Поземина. Все-таки не удалось ему мяч далеко выбить в том эпизоде. Тем временем Алтай зарабатывает стандарт на чужой половине. Ну и здесь все команды уже сгрудились около чужой штрафной. Тохтасанов исполняет, вкручивает мяч прямо в ворота, но Динмухамед Жомарт спокойно этот мяч в руки забирает. На опыте действовал. Серия передач от футболистов Жинса на своей половине. Затем заброс вперед. Здесь жесткий стык, да, и нарушение правил со стороны Дамира Елюбаева. Пока только одна замена от хозяев поля вместо Амира Байтурова. Дамир появился. И у Азата Мурзагалиева в запасе еще целых 4 замены. И вдвое больше игроков. Скамейки запасных. Тем временем Аманжанов здесь неплохо отборолся. Дальше без нарушения правил, считает арбитр. Хорошая передача на противоположный край. И можно разогнать атаку сейчас хозяевам поля. Мягкий наброс штрафную. Удар. И еще один. И снова рикошет. Но мяч улетает выше ворот. Это только угловой. Ну вот то, о чем говорил Алимжан чуть ранее. Шанс для Батхана Камарадинова. В борьбе здесь ухитрился пробить. Попал в защитника. Да и со второй попытки ровно то же самое. Дархан Дастан буквально тенью за Камарадиновым проследовал и не позволил последнему отличиться в этой ситуации. Ну и теперь смотрим, сумеет ли реализовать этот стандарт. Ченгес. Навес штрафную площадь. Удар. Опасно было. Мяч пролетает мимо штанги. Поземин. Набросил на правый край. Здесь Аспимбетов. Хорошая передача в центр. И дальше посмотрите. Продвижение. Какой пас. Ответная передача. Опасный момент. Как?
Как не забивает в этой ситуации игрок Алтая. Очень неловко сыграл, пробил защитника. Шикарная ведь возможность была у Бигжана Каблгазина. В итоге желтая карточка. Он нарушает правила. Вот здесь Каблгазин попадает в защитников, а дальше Спимбетов все ведь идеально было. Он как будто бы немножко поторопился, даже не поднял голову. Продолжает лежать на газоне Николай Горобченко. Это уже вторая желтая для футболистов Алтая в этом тайме. Ранее Аманжанов картишник получил. Ну, кажется, все в порядке с Горобченко. Встал, попил воды. Но надо опять же сказать о том, что да, шикарный шанс не сумел Женс реализовать. Прямо сейчас. Длинный заброс вперед. Снова фол свистит рефери. Дальше следует передача назад. Ну и отсюда спокойненько мяч выносит хозяева. Пока пауза была у нас, Динмухамед Нурман вместо Захара Гультяева на поле появился. И таким образом все 5 замен Алтай уже использовал. Напомним, у Женса только одно изменение по сравнению со стартом этой встречи. Марбек отбрасывает мяч на вратаря. Сразу заброс вперед. Старается Женс прессинговать на чужой половине. Не удается сохранить мяч в поле, посмотрите. Но вот рывок в направлении чужой штрафной был не самый удачный. Вот и замена. Наурыз Миримхан, один из героев этой встречи, автор первого гола. Поле покидает под аплодисменты своих партнеров. И вместо него Диас Хуралбаев, который чуть ранее разминался у углового флага. И у Диаса есть около 15 минут, с учетом того, что компенсировал. Точнее, компенсирует арбитр. Этому минутки 3 точно добавит. Дархан Дастан прошел одного соперника. Дархан дальше в штрафную передачу. Но здесь на чеку защитники Женеса. В следующем туре Женсу предстоит выезд в Семей. Будет встреча с молодежной командой Елимай. Тоже довольно интересное противостояние. А что касается молодежки Алтая, то им в следующем туре предстоит дома принимать молодежку Шахтера. Команду, которая идет
пока что на второй строчке турнирной таблицы конференции Северо-Восток. Но, как вы знаете, в этой конференции плотно застолбили первую строчку футболисты молодежки Астаны. В отличие от ситуации на юго-западе, где сразу несколько команд претендует на выход. Пока первенствует Джаек, причем на 2 игры меньше у команды из Уральска. Но в погоне за ними Жаскран, молодежка Кайсара неожиданно и Арос. Арос, который в прошлом туре, точнее в этом туре уже уступил. Так, здесь дальний удар. Но справляется с этим ударом Данил Поземин. Но все самое интересное впереди. У нас кульминация сезона еще предстоит. Так что многое в раскладах может поменяться. У нас меньше 10 минут до конца. И очередной угловой для хозяев поля. Сол дәл Арыстың жағдайын жалғастыратын болсақ, соңғы 3 ойында да жеңілгенін білеміз. Екінші лигада оңтүстік батыс аймағында көш бастап тұрған болатын, бірақ соңғы 3 ойын қатарынан жеңілген ұжым қазір таңда 4-ші орынға тапан тіреп тұр. Және бұл енді өте бір сәтсіз көрсетіп жатқан өнер десек те болады. Алтай оң қапталмен. Енді Алтай ойыншылары бүгін жоқ дегенде 1 гол соққысы келеді. Ал дәл қазіргі таңда 1 гол соғып жатса, тіпті одан кейін екінші голды соқуға да мүмкіндік болатын сезінеді. Сол үшін де ойынның бір тағдыры шешіліп қойды деп айтуға әлі де ерте. Сол үшін де қалған енді біздің ойынымыздың осы бір 8 минуты қызықты болу қажет. Оны қызықты қылу қылмау тікелей осы қонақтардың, яғни Алтай ойыншыларының соларға байланысты. Егерде қазір гол соғып жатса, онда түсінікті барлығы олар үшін керемет болатынын. Ал ойын тәртібі бұзылды керісінше. Гол соғудың орнына жерде ойын тәртібі бұзылып жүр. Бірақ доп Алтай ойыншыларында қала береді, себебі олардың ойыншысына қарсы ойын тәртібі бұзылған болады. Қазір оң қапталмен Айбаланға асырылған пас. Қазір допты әдемі тоқтатып бір соққы бағыттайтын ойыншы бар ма екен? Дастан. Оңға қарай пас. Тағы да оңға қарай. Ал бұл жерде Әділдің де керемет ойнап жатқанын көріп отырмыз. Доп бұрыштама қарай кетті қазір. Жеңіс қорғаушысы Әділдің аяғына жармасып, ары қарай өтуіне еш мүмкіндік берген жоқ. Бірақ енді бұрыштама добы. Ал бізде бұдан бөлек бүгінге жоспарланған ойындарды күнтізбесін айта кетейік. Шахтер жастары Оқжетпес жастарымен кездеседі. Таласы Джейранмен ойнайтын болады. Және де Мақтарал өз алаңында Ордабасы жастарын қабылдайды. Бұл ойынның барлық сағаты 17:00-де болатын болса, ал 18:00-де Атырау жастары Жайықты қабылдайды. Сонымен жалпы 2-ші лиганың 15-ші турдағы ойындары өз соңына жетеді. Бүгін енді 2-ші күн, кешеде біраз ойын болғанын біз айтқан болатынбыз. Ал қазір шабуыл әдемі мүмкіндік бар еді. Есепті 2-1 қылуға мүмкіндік болды. Бірақ көрдіңіздер, бұл соққының қалай сәтсіз шыққанын.
Жомарт допты ойынға қосты. Өлетіп асырған пас, Камарадинов, Батыхан. Сол аяғына турлады. Міне Батыханның астан жасаған соққысы Данил Паземин өз орында. Данил әдемілеп тұрып қағып алды бұл допты. Ешбір Батыханға гол соға мүмкіндік қалдырған жоқ. Және көріңіздер, соңғы сәттегі соққыны қалай бағытталғанын, қалай жасалғанында. Мағзумов оның әдемі оңға қарай асырған пасы, бірақ әріптесіне жете қойған жоқ. Ал допқа талас кезінде жеңіс ойыншылары ойын тәртібін бұзып жіберген екен. Допты қайтадан ойынға қосу қажет, себебі доп нүктеде тұру қажет. Дәл осылай жүріп бара жатқан, айналып бара жатқан, қозғалып бара жатқан допты ойынға қосуға болмайды. Нүктеге шегеленіп тұру қажет доптың. Алтай ойыншылар доппен. Камарадинов. Топ жеңіс ойыншыларында Құдайбергенов. Қайтадан Камарадинов. Құдайбергеновтың айбаланға асырған пасы, мүмкіндік. Бірақ қорғаушылар сенімді ойнады. Ал енді Алтай. Қарымта шабуылға қарай жүгіріп бара жатыр. Алтай ойыншылары команда капитанына пас. Тоқтасынов тағы да оңға қарай асырған пасы. Бұл жерде өте сәтсіз. Бүкіл әріптестерінің жасаған шабуылын Қабылғазиннің қалай құрта салғанда көрдіңіздер, Жеңіс ойыншылар доппен. Камарадинов. Допқа талас. Ал енді міне Алтайдың шабуылы. Соққы бағытталды Дінмұхамед Жомарт өз орнында. Жаңа ғана әде бір мүмкіндікті құртқан Қабылғазиннің соққы бағыттағанын көрдік. Ал қазір допты алаңда сақтап қала білді. Капитан Қайратовтың солға қарай асырған пасы, бірақ әріптес тоқтата алмады, Енді Горобченко мен Мағзумов алаң ортасындағы дәл осы ойынның жылдамдығын өз бақылауында ұстайтын болады. Қайратов оңға қарай. Омарбек. Горобченко. Қайратов тағы да доппен. Мағзумовтың ашылғанын көрдік. Камарадинов сол аяғына қарай торлап келе жатыр. Әдемі пас. Аздап. Сәл бір оңға қарай. Бұл пас асырылғанда қорғаушының аяғы жетпей қалуы мүмкін еді. Ал енді Алтай. Қарымта шабуылға жүгіріп келе жатқан, бірақ Николай Горобченко. Ануар Аманжановты қалай тоқтатқанда көрдіңіздер. Горобченко бүгін алаң ортасында дәл осы Мағзумов екеуі керемет ойын өрнегін көрсетіп жатыр. Қарсыластарына ешбір мүмкіндік қалдырмай тұр. Алаң ортасында нағыз атой салып, алаң ортасында нағыз бір тасқамал қылып тастады. Соққы бағытталды Тоқтасыновтың. Бірақ қақпадан биік кетті. Олжас барынша тырысқан еді. Олжас барынша бұл сәтте жоқ дегенде енді бір гол соғып кетуге, Жұбаныш голын соғып кетуге тырысқан болатын. Бірақ соққы тағы да қақпадан биік кетті. Өзінің күшті аяғы, мықты аяғы сол аяғына допты әдемілеп ыңғайлап тұрып соққысын бағыттаған еді, бірақ сәтсіз.
Ал енді жеңіс шабуылға қарай шығып келе жатыр. Айбалаңына кірді, орта қарай пас асыруға болады Камарадиновке, бірақ Батханға жолында Алтай ойыншылар табылып, топты қақпаға қарай бағыттауына еш мүмкіндік бере қойған жоқ. Құрметті көрермен, енді 30 секунд қалды негізгі уақыттың аяқталуына. Естеріңізде болса, бірінші таймға төреші 1-1 минут қоспаған болатын. Екінші таймға қалай болатынын көрейік. Ал қазір доп барлық ойыншылардан өтіп кетті. Қорғаушылардан да, қақпашының қол астынан да. Және өзгеріс орын алады. 72-ші нөмірде өнер көрсеткен Дәулет Худайбергеновтың орнына алаңға 83-ші нөмірдегі Давид Сергиенко шықты. Давидті тіпті шабуылға қарай жібергенде көріп отырмыз. Ал төреш қанша минут уақыт қосқан екен. Ал бұл соңғы шабуыл, көріңіздер, барлығынан өтіп кеткен болатын доп. 4 минут уақыт қосылды. Мағзумовтың алыстан бағыттаған соққысы. Бұл жол енді сәтсіз шыққан болатын. Алтайдың әдем бір шабуылы, Жомарт! Бұл жерде бір волейбол ойнап жүргендей. Допты қарсыластарының бойынан қолмен асырып, 2 рет асырып өтіп, ақыр соңында өзіне жеткізген көріңіздер міне. Бұл сәтте қалай? Капитанды алдап кеткен болатын Тоқтасыновты. Жұмсақ қана жолынан тартып алды. Және ақыр соңында өз қолына ұстап, енді ғана топты ойынға қосқанын көріп отырмыз. Дінмұхамед Жомарттың. Ал әуедегі допқа талас. Командалардың. Бұл жерде енді сөзсіз 2 ұжымда түсінген сияқты. Алтай жеңілгеніне келісіп қойса, жеңіс бүгін осы 3 ұпайды қалтасына салғанында да келісіп, дәл осы ұпай санап жатқандай көрінеді қазір. Алды Мұхаммед Жомарт кезекті рет өз орнынан сенімді шықты. Қақпада сенімді өнер көрсетіп жатыр. Жоғары қарай көтеріліңдер дейді. Аманжановтың бүгін ойынында қатты бір көзге түсетін сәтті көрмедік, Аманжановтың ойыны жүрмеді сөзін шыны керек. Бұған дейін команданың көшбасшысы болып жүрген ойыншы талай гол соғып, талай команданың алға сүйреп жүрген еді. Бүгін енді оның күні болған жоқ. Жалпы Алтайдың да күні болмады десек те болатын шығар. Ал осы сәтте құрметті көрермен, бүгінгі ойында гол соғып, көзге түскен ойыншылардың тағы да бір атап өтетін болсақ, соңғы 1 минут басталды. Төреші қосқан уақыттың Мирас Қайратов ойынның 28-ші минутында Батхан Камарадиновтен пас алып, есепті ашқан болатын. Және ойынның 54-ші минутында Наурыз Мейрамхан Николай Горобченкодан пас алып, есепті 2-0 қылған. Содан кейін жалпы ойынның да жалпы нәтижесінде тіркеліп қойғанын көріп отырмыз. Жеңіс айттық ойын басында, соңғы рет 2 шілдеде жеңіске жеткен еді деп, міне бүгін араға 28 күн салып қайтадан көзге түсіп отыр, яғни 4 апта. Мағзумов
алаңда жатыр, ал төрешінің ысқырығы да. Шалынды, құрметті көрермен, осымен ойынымыз аяқталды. Алаң иелері Жеңіс футбол клубы сенімді түрде 3 ұпайды өз қанжығасына майлады. Есеп 2-0, ал ойынды тамашалап комментаторлық қызмет еткен әріптесім Дидар Есемов және мен Әлімжан Тасболатұлы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.